Келесі, енді жалпы бұл жерде алдында айтып жүргендей, біз мамандықтар жайлы жақсы білеміз бе? Біріншіден, мамандықтар туралы дұрыс таңдамауымыздың басты себептерінің біреуі ол мамандықтарды дұрыс түсінбеуіміз. Мысалы, мен айтишник боламын, алдын айтқам, мен айтишник боламын деп ойлайды да, бірақ айтиге байланысты қандай мамандықтар бар екенін толық білмейді. Сол үшін мен мамандықтарды үшке бөлемін. Жалпы атақты мамандықтар, түсінбейтін мамандықтар және қате түсінетін мамандықтар деп. Атақты мамандықтар ол мұғалімдік, жаңа дәрігерлік, журналистика деген сияқты да. Түсінбейтін мамандықтар бар, кейбіреулердің аттарын оқисың, не істейді, кім болып істейді, оларды вообще түсінбейміз да. Екіншілері бар, ол қате түсінетін. Мысалға, ол құрылыс саласы дейді. Құрылысшы болсам, жаңағындай кірпіш қалап, сылақ-сылап сөйтіп жүреді екен деп ойлаймын, бірақ на самом деле олай емес, офисте отырып жұмыс жасайды да олар. Сол сияқты мысал келтірейін, IT-ге байланысты. IT деген жаңа ақпараттық технологиялар. Ақпараттық технологиялар саласы деген кезде біз тек қана ойлаймыз, мынау ақпараттық технологиялар деген мамандық сол екен болды деп та. Или ойлауымыз мүмкін ақпараттық қауіпсіздік. Ода да ақпараттық деген сөз бар, ең жақыны сол, болды сол екеу деп. Жоқ, оған байланысты тағы да мысалы 3 мамандық бар, иә. Ол коммуникациялық технологиялар деген, ол мысалға қазіргі дрондармен, робототехника деген осы салада. Немесе математика және статистика деген бар. Data science осы салада, жаңа сала десек болады. Автоматтандыру және басқару деген сала бар. Мысалы қазір барлығын адаммен емес, автоматты түрде роботтармен басқарып отырсады. То есть бұлардың бәрі IT-ге байланысты салаларда. Қарайтын болсаң, атақтысы жаңа ақпарат технологияларға 88 балл, ал автоматтандыру және басқаруға, автоматизация управление дейді, орысша, 63 балда, қиын емес негізі. Ал не үшін автоматизация управлениеге 63 балл төмен? Ол жаман мамандық болғандықтан емес, біз дұрыс білмегендіктен, мына жерде айтып өткен сияқты, кейбір мамандықтарды біз дұрыс түсінбейміз, дұрыс білмейміз. Сол үшін дұрыс толыққанды зерттеуге тырысу керекпіз, сол туралы ақпарат алу керекпіз. Яғни таңдау жасайтын кезде бұлай ақымақтық жасамау керек. Мен ақпараттық технологияларға түсем, оны түспесем, айтишник боламайды екен деген мүлдем қате түсінік. Яғни мен 4 таңдау жасайтын болсам, біріншісіне ақпарат технологиялар жазсам, екіншісіне ақпараттық қауіпсіздік, үшіншісіне компьютерлік коммуникациялық технологиялар, үшіншісіне білмеймін, автоматтандыру және басқару деген сияқты әрқайсысын жазу керекпіз да. Шансы қайсына көп, мынау көбісі таңдамайтын, білмейтініне шанс көбірек болады. Жалпы айтқан кезде мамандықтар туралы толық зерттеуге тырысыңыз. Сіз таңдап жатқан салада қандай мамандықтар бар, сол туралы толық ақпарат алуға тырысыңыз. Ол бірінші мәселе. Одан кейін екінші мәселе бар, екінші проблема, ол бейіндік пәндерді шатастыратындар бар. Мамандық таңдауға уже 4 таңдау жасайтын кезде қарайды да, мен ойлап жүрген мамандық бойынша емес, мен бейіндік пәнім жоқ екен дейді мысалға. Мысалға қандай айтады, географиядан мұғалім болу үшін география, биология тапсырсам бола ма деген сияқты. Мен сөйтіп ойлап жүрдім деген сияқты. Немесе мысалға айтайық, халықаралық құқыққа түсу үшін шет тілі жаңағы бір нәрсе дегенге ойлап жүрдім деген сияқты айтады да. Жоқ, олардың бәрі бейіндік пәндердің не үшін шатастырады, соны түсіндірейін. Біріншіден, осыдан бірнеше жыл бұрын 179 ба сондай мамандық бар еді, қазір 97 мамандық бар. Мамандықтарды ұқсастарын бірлестірді, топтастырды, сөйтіп топтастырған кезде кейбір мамандықтардың бейіндік пәндері ауысып кетті. Сонымен шатасатындар бар. Одан кейін атаулар өзгеріп кетті. Мысалға атақты ненің біреуі ол көбісі дефектология неге жоқ, дефектология қайда деп сұрайды. Ол мамандықтың аты дефектология емес, арнайы педагогика мамандарын даярлау деген. Жалпы айтқан кезде атаулары өзгеріп кеткен соң түсінбей жатады кейбіреулер. Сосын үшінші бір жағдай бар, не үшін шатастыратын, ол бейіндік пәндер бұрын біреу-ақ болатын баяғыда, бірнеше жыл бұрын. Қазір екеу болып кеткеннен кейін де шатастыратындар бар. Немесе кейбіреулер ВК-дан российский егенің несі бойынша қарап жүретіндер де болады да, жалған ақпараттармен. Яғни бейіндік пәндеріңіз сіздің таңдап отырған мамандығыңызға тура келе ме, қазірден көріп алыңыз. Оның бәрін біздің приложениеден тегін көре берсеңіз болады. То есть бейіндік пәндеріңіз таңдайсыз, профильный предмет дейді, орысша. Профильный предмет таңдаймыз, сосын соған сәйкес келетін мамандықтарды көре аламыз. Бұны шатастырмау маңызды. Одан кейін гранттың әр түрлері бар екенін түсіну керекпіз. Және бұл гранттардың шарттары бірдей емес, әрқайсысы әр түрлі. 4 таңдау жасаған кезде бұл грант түрлерінің әрқайсысын таңдауға болады, әр түрлі. Сол үшін гранттың қандай түрлері бар екенін дұрыс түсіну керек. Біріншіден, ең көп грант ол жалпы грант. Жалпы грант деген, яғни общий грант. Жалпы грант примерно мысалға бүкіл гранттың 80% дайыма, яғни көбісі осы жалпы грант.
Бұл жерде маңызды момент, жалпы грантқа байланысты ескеру керек ең маңызды нәрсе, ол грант мамандыққа бөлінеді. Жаттап алыңыздар да, грант мамандыққа бөлінеді жалпы грантта. Университетке дым қатысы жоқ. Мысалға біреулер сұрайды, Алматыға түсу қиын ба дейді. Ол сенің грантқа түсу шансың Алматыға қатысы жоқ ешқандай. Өйткені мамандыққа бөлінеді. Мысалға айтайық, жаңағы автоматтандыру және басқару деген, сен Атырауға түссең де, Алматыға түссең де екеуінің шансы бірдей. Ешқандай айырмашылығы жоқ та. Өйткені неге? Жалпы грант та ол. Жалпы грант болғандықтан оның қаланың рөлі жоқ. Немесе кейбіреулер сұрайды, жаңағы СДУ-ға түсу қиын ба, ояққа проходной жоғары шығар дейді. Баяғыда болған, мен консультация берген кезде бір оқушы болып 65 балдан асқан, 65 ба алған. Мен оған ұлттық университеттер жазып бердім. Яғни ұлттық университеттерге түсу үшін ең кем 65 балл болу керек. О да 66 ма 67 ұтып қалдым, сондай примерно. Әпкесі маған жазып отыр да, оған шанс жоқ қой, мен Сәтбаев, жаңағы ұлттық университеттерден Казгу деген сияқты нелер жазып бергем. Сосын мысалға ұлттық аграрлық университет бар, солар жазғамда, осыдан 1-2 жыл бұрын, 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын осындай. Сол кезде айтады, ұлттықтарға шанс жоқ қой. Мен айтам, ұлттыққа дым қатысы жоқ оның. Ұлттыққа 65 балдан асса болды. Ал шансын есептеген кезде ол грант мамандыққа бөлінгендіктен университет рөл ойнамайды. Бұл жалпы грантта, бірақ жалпы грант сондай екенін түсіну керек. Одан кейін, бірақ басқа гранттарда университет рөл ойнайды, аймақ рөл ойнауы мүмкін. Яғни жалпы грантқа тапсырып жатқан болсаңыз, университет рөл ойнамайды, аймақ рөл ойнамайды, тек қана мамандық маңыздысы. Қай университет таңдасаңыз да шансыңыз мамандыққа байланысты. Оны енді мен примерде көрсетем, соңында мысалдармен көрсетем, қазірше гранттың түрлерін түсініп алайық. Одан кейін атаулы грант бар. Атаулы грант дегеніміз ол целевой гранттарда. Целевой грант, орысша айтқан кезде целевой. Мысалға университеттерге бөлет, мемлекет айтады, осы салалар бойынша мына университеттерде оқытамыз деп, целевой, яғни нақты мына университетте бөлінген грант. Жаңа ол грант мамандыққа емес университетке беріледі. Мысал үшін ақпараттық технологиялар саласы бойынша, яғни IT саласы бойынша Қазақстанда 3 университет бар. Оларға целевой грант бөлінеді. Олар қандай университеттер? КБТУ, Қазақ-Британ техникалық университеті, одан кейін МУИТ деп айтады, халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, орысшасы МУИТ, Международный университет IT деген, және Астана IT университеті бар. Осы 3 университетке целевой грант бөлінеді жыл сайын да. Әр университетке осы IT саласы бойынша примерно 1000 гранттай, то есть әртүрлі IT мамандықтар бар. В общем санағанда примерно 1000-2000 гранттай бөлінеді әрқайсысына. Оның конкурсы бөлек болады. Яғни бұл жерде университет рөл ойнамайды деген нәрсе жоқ. Университет как раз таки рөл ойнайды да. Мысалға МУИТқа түсу шансы мен КБТУға түсу шансы бірдей болмауы мүмкін. Немесе КБТУға түсу шансы мен Астана IT университетіне түсу шансы бірдей емес та. Олардың конкурсы әрқайсынікі әр университетке байланысты бөлек-бөлек болады. Сондықтан олардың шанстары әртүрлі болады. Және бұл жерде ескеретін нәрсе, мысалға мен КБТУға түсіп қойып, сосын мен Казгуға елетам басқа СДУ-ға ауысайын десең, ауыса алмайсың, өйткені грант сол университетке беріледі. Егер басқа университетте оқимын десең, ауыса алмайсың. Ал жалпы грантта болатын болса, мен мысалға айтайық, АТУ-ға түсіп, кейін СДУ-ға ауысам десең, ауысуға болады. Себебі олар жалпы грант мамандыққа беріледі ол жерде. Атаулы гранттар түсікті деп ойлаймын. Біздегі атаулы гранттар осы 3 университетте берілген IT саласы бойынша. Одан кейін серпін бағдарламасы бар. Серпін бағдарламасы жалпы айтқан кезде жұмыс күші аз өңірлерді, жұмыс күші көп өңірлердің балаларын сол жаққа жіберу мақсатымен ашылған бағдарлама. Яғни бізде оңтүстікте адам саны көп. Ол Түркістан облысы, Қызылорда облысы, Жамбыл облысы, Алматы облысының оқушылары солтүстіктегі, батыстағы, шығыстағы өңірлерге, университеттеріне төмен балмен де түсе алады. Ол қандай өңірлер? Мысалға айтайық, солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Өскемен, Семей деген сияқты, Қарағанды, Ақтөбе, сол жақтың барлығына түсе алады. Бірақ тек қана оңтүстік регионның балалары, оңтүстік өңірдің балалары, Қызылорда облысы, Шымкент емес, Түркістан облысы, Жамбыл облысы және Алматы облысының оқушылары. Бұл серпінге жыл сайын примерно 5000 грант бөлінеді. Жыл сайын примерно 5000 грант. 5000 гранттың ішінде ол IT саласы бар, примерно 1000 гранттай
IT саласы боюнча, одан кейін мұғалімдік салалар боюнча көптеген гранттар бөлінеді. Бұл жаққа негізгі жалпы грантта проходнойлар, шекті балдар жоғары болатын болса, серпінде одан әлдеқайда төмен болады. Және бағана айтып өткен 9000 грант игерілмей қалып қойды дедім ғой. Соның 4000-дайы осы серпін бағдарламасы бойынша қалып қойды. Яғни серпінмен тапсырмаған 5000 грант берген, бірақ 1000 адам ғана серпін бойынша өткен жылы, қалған 4000 грант серпіннің қалып қойды. Неге? Өткен ешкім тапсырмады. Егер сіз оңтүстік өңірден болатын болсаңыз, яғни оңтүстік облыстардан болатын болсаңыз, сіздің осы серпінмен түсу ықтималдығыңыз өте жоғары, өйткені гранттар босқа қалып жатыр. 4000 грант қалып қойды ол жақта. Одан кейін бізде әкімдік гранттар бар. Әкімдік гранттар бұл орталықтандырылмаған, әр облыс өзі айтады. Мысалға, Түркістан облысы айту мүмкін. Бізде мысалға мына мұғалімдік салалар бойынша мұғалімдер жетіспейді, демек осы мұғалімдік мамандықтары бойынша мен мамандарды оқытуға ақша бөлейін дейді. Мысалға, бізге какой-то инженерлер жетіспейді, мына инженерлік мамандыққа біз бюджетімізден ақша бөліп оқытайық деп әр облыс өздері шешеді. Бұл жерде әр облыс өздері шешкендіктен әр облыстың әкімдік гранты әртүрлі болады. Яғни біреулерде көбірек болса, кейбіреулерде азырақ болуы мүмкін. Астана айту мүмкін бізге мысалы айтайық 1000 грант десе, басқа бір облыс айту мүмкін бізде 200-ақ грант деген сияқты да. Өздеріне қаншалықты керек, соншалықты ғана жариялайды. Және оның конкурсы да сол облыс шешеді. Және бұл қай кезде болады? Сіздер ұбт тапсырып болғаннан кейін, жалпы гранттың жалпы грант конкурсы болады. Сол біткеннен кейін грантқа түспей қалғандардың арасында, яғни ол примерно августте әкімдік гранттардың грант саны жарияланады, және тапсыратын нелер тапсырады. Жалпы айтқанда акиматқа хабарласып тапсырасыздар да. Бұл примерно августте болады, яғни тамыз айында болады. Ол жақта да негізі өте көп грант бөлінеді, және бос қалып қоятын гранттар өте көп. Өткен жылы болды, мысалға, уақытын ұзартты, өйткені неге толтырамай атты да, әкімдік грант бөліп жатыр, бірақ оқитын бала жоқ, тапсырмайды да. Мысалға, оның біреуі Астана қаласында, біз Астана халықаралық университетімен жұмыс жасадық. Оларға акиматтан көп грант бөлінді, және көбісі мұғалімдік. Сіз егер 70 балдан асқан болсаңыз, сол жаққа тапсырсаңыз, бұл грантқа түсетін едіңіз да, әкімдік грантқа. Бірақ енді оның мынандай шарты болуы мүмкін, әкімдік грантқа оқығандар сол облыста кейін жұмыс жасап өтеп беру керек. Яғни мысалға, сіз Астана қаласының әкімдік грантына оқыған болсаңыз, Астана қаласында жұмыс жасап беру керек сіз оқу бітіргеннен кейін. Өйткені неге? Әкімдік сіздер бітіргеннен кейін сол облыста жұмыс жасайды деп грант бөледі. Одан кейін ректор гранты деген болады. Ректор гранты деген ол әр университет өздері шешеді. Мысалға айтып, бір университеттер біз олимпиада өткіземіз дейді. Олимпиадан екі тур олимпиада болады. Біреу онлайн, біреу офлайн деу мүмкін. Біреулер айту мүмкін эссе жазасыңдар, біреулер проект қорғайсыңдар деген сияқты әртүрлі. Немесе кейбіреулер айтып жатады, алтын белгі болып грантқа түспей қалғандар бізге келсін, біз өзіміздің ішкі грантымызды береміз дейді. Кейбіреулер айтады, жоқ, біз мысалға айтайық, ЖО-КЗ сияқты курстарды оқытып жатқан курстармен келісім жасасып, солардың оқушыларына білмеймін, мысалға 7 грант бердім деген сияқты ректор грант. Біздің курсымызға 4 университет өздерінің ішкі грантын беріп отыр. Ол университеттің өзінің гранты, мемлекет бөліп жатқаны жоқ. Яғни ректордың шешімімен өздерінің университетіне сапалы, мықты оқушыларды тарту үшін, қызықтыру үшін бөлінген гранттар. Мысалға, сондай 4 университет, ол біздегі Казгю университеті Астана қаласы, Нархоз Алматы қаласында, одан кейін Жемпи, Қыздар ұлттық педагогикалық университеті, сосын қай университет бар еді бізде? Тағы бір жалпы айтқан кезде қазір көрсетем ол туралы тағы. Сол университеттер бізде өздерінің ішкі 7 грантын беріп жатыр. Олармен бірге эфир де болады. Ол қалай ойнатылады, қалай болады, жалпы қалай ұтып алуға болатыны туралы біз әр университет өкілдерімен жеке-жеке эфир өткіземіз. Және алда толық түсіндіретін эфирде постта жазылады. Жалпы айтқанда ішкі гранттар сондай. Гранттың түрлері туралы біраз айттым деп ойлаймын. Енді